Сәлем достар, қайырлы күн. Міне біздің кезекті тапсырысымыз, заказымыз мындай бөріктер, астарланған бөріктер, осындай 15 штук, 15 жастағы балдарға арналған бөріктер заказбен. Бөріктеуге бізге осындай дайын лекалалар керек болады. Өстіп астар матамызды және беткі матамызды қиып аламыз. Лазерный аппаратпен заказға кестірсеңіздер де болады. WhatsApp номерім жазылған. Осы видеоның астына соған жазсаңыздар болады. Өстіп қиып аласыздар. Өстіп төрт жағын қосып, біріктіріп шығамыз. Астар мен сыртқы беткі матамызды. Және де осындай бізде каркасы керек болады. Дайын. Артық жерін сызып, өлшеп, қиып тастаймыз. Каркасымыз дайын болғаннан кейін осы беткі матамызды кигізіп көреміз. Артық жері болса тағы да тігіп аламыз. Сосын осы матамыз тартып отырып ыстық клеймен жабыстыратын боламыз. Бізге ыстық клей керек болған астар матамыз. Бірінші беткі матамызды тартып отырып жақсылап жабыстырып аламыз. Енді астар матамызды қайырып жабыстыратын боламыз. Клейімізді матаның үстіне жағып, жақсылап жабыстыратын боламыз. Қолдарыңызды байқаңыздар, клей ыстық болғаннан қолыңызды күйдіріп кетуі мүмкін. Сол үшін абайлаңыздар. Біздің бөрігіміз дайын болды. Астары, сыртқы матасы бәрі қапталды жақсы. Осылай артық жерін ақтап. Енді бізге ол үшін міне ақ мақтан жүніміз керек. Ақ мех. Және де 1 сантиметрлік губка керек болады. Мен қиып бәрін дайындап қойдым. Осылай жақсылап шетінен қол тігіспен тігіп шығамыз. Мехтің ішіне, жүннің ішіне осы губкамызды, 1 сантиметрлік губкамызды ені үштіп қайырып, ішіне салатын боламыз бірдей. Барлық жағын біркелкі алып аламыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай осы бөріктің үстіне кигізіп, қолдың көмегімен үштіп итеріп, жақсылап кигізетін боламыз.
тағы да осы жерде ыстық клейдің көмегі керек болады. Өстіп астыңғы бөлікті мехімізді қайыра отырып клейге жабыстыратын боламыз. Жақсылап тез-тез жабыстыруымыз керек, әйтпесе клейіміз қатып қалады. Жабыстырғанда да қолдарыңызды байқаңыздар. Осылайша астыңғы бөліктің бәрі жерін клеймен жақсылап жабыстырып шығамыз. Енді бөрігіміздің үстіңгі бөлігін жасайтын боламыз. Мехімізді қайырып отырып, жақсылап клейлеп шығамыз. Біздегі губкамыз көрініп қалмауы керек.